Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бұл мен Абдуллаев Шерзат, Forever Living Products компаниясының кәсіпкерімін. Бүгін сіздермен өте керемет тақырыпта сөйлесейін деп осы видеоны жазып жатырмын. Енді бұл біздің тақырып: не үшін адамдар бай болмайды? Бұл сұрақтың 3 себебі бар. Бірінші себеп: адамдар өте жалқау. Қазіргі таңда былай қарасаңыздар, адамдарға бір жұмыс көрсетсеңіз, ол адамдар жалқаулық білдіреді. Істегісі келмейді. Ана жұмысты істеп, сол жұмыстың рахатын көргісі келмейді. Сондай сияқты да адамдар қазіргі таңда. Енді ол жалқаулық ешқашан бізді байлыққа апармайды. Екіншісі қорқыныш. Адамдар қазір қорқады. Өте қатты қорқады. Не үшін? Өйткені бұл мен істей алмаймын дейді. Бұл менің жұмысым емес, бұл менің қолымнан келмейді деген әртүрлі сұрақтарды өздеріне қояды. Содан кейін ол адамдар қорқыныш. Көрдіңіз бе? Ол қорқынышты алып тастау керек. Қорқынышты жолдан вообще сыпырып тастау керек. Қорқынышпен біз ешқандай көздеген мақсатымызға жете алмаймыз. Үшіншісі төмен баға. Адамдар өздерін төмен бағалайды. Сіздер сұрақ қойып көрдіңіздер ме өздеріңізге? Мен не үшін айына 500 мың теңге таппаймын? Мен не үшін айына миллион теңге таппаймын? Адамдар, елдер тауып отыр, мен не үшін таба алмаймын деген сұрақ қойдыңыздар ма? Жоқ, қоймайсыздар. Өйткені сіздерге айына 70 мың теңге болса болды. Сол сіздерге жеткілікті сияқты. 70 мың теңгемен сіздер өздеріңіз көздеген армандарыңызға қол жеткізе аласыздар ма? Өмірлеріңізді өзгерте аласыздар ма? Жоқ, мүмкін емес. Енді мен осылай өмірімді өзгертіремін. Осылай үлкен жалақыға шығамын деген адамдарды мен шақырамын. Мен солай бизнес система үйретемін. Егер кімде кім қалау болса, видеоның астына комментарий жазыңыздар. Сұрақтарыңызды қойыңыздар. Лайк басыңыздар, менің каналыма подписка болыңыздар. Мен сіздердің әрқайсы сұрақтарыңызбен бөлісіп отырамын. Келесі видеоларда осы сұрақ туралы кетеді біздің әңгімеміз. Келесі видеоны күтіңіздер.